Қабір маңындағы үй. Өлілер тыныш емес жерде, тірілердің де жаны жай таппайды. Ол үй арзан болған. Себебі жанында қабір бар еді. Менің атым Салиха. Күйеуім 2 жыл бұрын көлік апатынан қаза тапты. Жалғыз ұлым Әлимен қалдым. 3 бөлмелі пәтерімізді сатып қала шетінен үй алуға тура келді. Агент. Бір үй бар, бағасы арзан. Бірақ қабірдің дәл жанында. Көп адам қорқады деді. Мен тоқтамадым. Балам үшін бәріне дайын едім. Көшеміз деген күні көрші кемпір жай ғана сыбырлады. Қабірлер тыныш емес, айналайын. Сол үйге ешкім тұрақтамайды. Есіктің сыртындағы дауыстар. Үйге кірген күн. Жаңбырлы, күңгірт кеш болатын. Әли мәз. Үй кең, ауласы бар. Мен түнде жуынатын бөлмеден шыққанда. Үйдің есігі сыртынан тықырлап тұрғанын естідім. Қиялым шығар деп өшіріп ұйықтап қалдым. Таңертең ұлым. Анашым кеше біреу есіктің ар жағынан шығыңдар бұл үйден деді. Мен қатты селт еттім. Бірақ бала ғой деп ойладым. Бөлмеден табылған ақ мата. Бір күні ұйықтап жатқан Әли. Апам айтты, үйдің артындағы көрді ашсаң, бәрі кетеді деді. Мен шошып кеттім. Қай апа? Түнде келеді. Көйлегі аппақ. Көздері қара. Мен баламды құшақтап жыладым. Келесі күні кір жуатын бөлмедегі сөрені ашсам. Жартылған ақ жаулықтың бір шеті жатыр. Ол жаңа емес еді. Ол топырақ иісімен сасып тұрды. Көрдің басындағы қол. Бір күні күн батарда аулаға шықтым. Көрдің шеті қопарылып тұр екен. Жақындап қарасам, жердің астынан бір қол шығып жатыр. Дереу артқа шегіндім. Көрші кемпір. Сен де көрдің бе? Ол қыздың қолы. Осы үйде өлген. 7 жыл бұрын. Үнсіз кетті. Не болды? Дедім. Ешкім білмейді. Тек анасы балам жоқ болды деп жылап жүрді. Көп ұзамай өзі де өлді. Сол үйде. Сол бөлмеде. Сенің ұлың менің баламды қайтарсын. Түнгі сағат 2:12. Әлидің бөлмесіне кірсем. Біреу жанына отырып алып, басын сипап отыр. Тек аппақ көйлек, шолақ шаш. Көзі қара емес, көмірдей қап-қара. Мен. Кімсің? Деп айқайладым. Ол жай ғана бұрылып. Сенің ұлың менің орныма келді. Мені біреу қинап көміп тастады. Сен оны шығарсаң, мен тыныштық табам. Әйтпесе, бұл үй сендерге де тыныш болмайды. Қазылған қабір. Түнгі оқиғадан соң таң ата зиратқа бардым. Қабір шеті сәл ашылып қалған екен. Қорықсам да, қолыма күрек алып топырағын ашып көрдім. Төменгі жағынан кішігірім ақ көрпемен ойыншық қонжық шықты. Көрші кемпір келіп. Ол 7 жасар Айлиннің көрі деді. Бір түнде жоқ болды. Шешесі бір намазхан еркекпен тұрды. Кейін ол кісі, Айлин мешітке кетті, қайтып оралмады деді. Бірақ бәрі бір нәрсені іштерінен білді. Әли жоқ болды. Сол түн. Түсімде Айлин келіп. Баламды қинаған еркек менің тыныштығымды ұрлады. Сен ұлыңды алып кетпесең, мен оны өзімен алам. Ояна сала Әлидің бөлмесіне кірсем. Жоқ. Терезе ашық. Жаңбыр тамып тұр. Аулаға жүгіріп шықсам. Әли қабірдің дәл жанында ес-түссіз жатыр. Қолында сол ойыншық қонжық. Көзін ашып. Апам мені апарғысы келді. Бірақ сен жыладың, мен сонда қалмадым деді. Үйдің иесі кім болған? Мен полицияға бардым. Олар. Бұл үй бұрын бір мешіт қызметкерінікі болған. Әйелі мен қызы осында тұрған. Әйелі қызымды жоғалттым деп уайымдап, кейін өзі асылып өлген. Ал күйеуі ізім қайым жоғалған. Бірақ сол жылдары мешіт айналасында кәмелетке толмаған қыздар жоғалған. Іс дәлелсіз жабылған. Мен шошып кеттім. Себебі менің бұрынғы күйеуім де сол мешітте ерікті болған еді. Менің үйімде өлтірілген. Мен бәрін түсіндім. Бұл үй діннің артында жасырынып нәпсісін тойдырған. Бір жыртқыштың құпиясы. Айлин сол күнәлардың құрбаны. Ол осы үйде өлтірілген, кейін үй ауласына көміліп. Ешкім білмеген.
Содан бері бұл үйден ешкім тұрақтап шықпаған. Олар өлілерден емес, тірілерден қорқуы керек еді. Ақматадағы жазу. Сол түн тағы да түс көрдім. Апақ көйлекті Айлин. Мені ешкім іздеген жоқ. Бірақ сен маған тыныштық сыйладың деді. Оянсам жастығымның астында сол баяғы топырақты Ақмата. Бірақ бұл жолы оның үстінде Айлиннің қолымен жазылған бір сөйлем бар еді. Тірілердің әділетсіздігі өлілердің де тыныштығын ұрлайды. Қорытынды, мен үйден көшіп кеттім. Бірақ қабір маған қалды. Мен ұлымды алып басқа қалаға көшіп кеттім. Бірақ артта қалған үй менің жадымда емес. Ұмыт қалған жандардың рухында қалды. Кейде түсімде Айлин келеді. Менің әлиімді құшақтап жымиып тұрады. Мені біреу естіді. Енді мен тыныштамын дейді. Шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе арнама тіркеліп алыңыз. Және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.